сәлеметсіз бе? Ақпараттық танымды сабақты жалғастырамыз. 1994 жыл. 1994 жылдың 16 ақпанында елбасы Назарбаев ядролық қаруды таратпау туралы шартқа қол қойды. Ядролық қарудан бас тарта отырып, Қазақстан 10 орнынан сол кездегі жетекші ядролық державалардың Америка Құрама Штаты, Ресей, Ұлыбританиядан еліміздің қауіпсіздігін халықаралық кепіл талап етіп, осы жылдары соңына қарай оған да қол жеткізді. Кейіннен бұндай кепілдемеге Франция мен Қытай да қосылды. 1994 жыл 1 шілдеде Байқоңыр ғарыш айлағынан Союз ТМД-19 кемесімен Талғат Мұсабаев алғашқы ғарыш сапарын аттанды. Бұл еліміз үшін тарих күн. Кеме бортында Талғат Мұсабаев бұл күн тәуелсіз Қазақстан тарихында мәңгі сақталатын анық. Қазақтың президенті алғаш рет ашық ғарышқа шықты.